Асқар тау әке туралы естелік айту қиын болғанымен, оның өміріндегі болған игі істерімен жақсы сөздерін, өсиеттерін еске алып айту парыз. Олай болса біз өміріміздегі Асқар тау әкеміздің бейнесін еске аламыз. Асқар тауың, тірегің өмірдегі, арысың ғой үйіңнің төріңдегі, қатал болып көрінгенмен бейнесі, мейіріммен тулап жатыр жүрегі. Дәл осындай мейірімді жан жағына шуағын шашқан Қабенов Рафағат Аспарұлы 1974-2025. Сағынышпен еске алу. Әке жан, шаңыраққа болдың пана, жамандық қылмаушы едің ешбір жанға. Амал не жоқсыз бүгін ортамызда, сағындық әкесізді баршамызда. Әкеміз Рафағат 1974 жылы 2 қазан күні Павлодар облысы Екібастұз ауданы Жайылма ауылында Қабен қожаның әулетінде дүниеге келген. Аспандияр әкесі мен Шакар анасының шаңырағында ағасы Зурият, әпкелері Батиха мен Шынар, әнілері Ришат пен Амангелдермен бірге дүние есігін ашқан. Әкеміз 1981 жылы мектеп табалдырығын аттап, 1989 жылы ауыл мектебін аяқтады да, ауыл өмірін әке жанында жүріп бастап кетті. Механизаторлық өнерді әкемен, ағамен бірге жүріп меңгерді. 1996 жылы шаңырақ көтеріп, 5 қыз бала өмірге әкелді. Өмірдің аумалы төкпелі кезеңдерін бірдей жүріп, 5 қызын қанаттыға қақтырмай, тұмсықтыға шоқтырмай, әлпештеп өсіріп жеткізді. Әкеміз көзі тірісінде құда-құдандалы боп, 3 шиенін көріп, маңдайларынан иіскеп кетті. Мейірімді, ақ көңіл, әкеміз бір қызына көзін алайтып көрген емес, қайта анамыз қатайғанда араша болатын. Бірге туғандар, ауылдастар, жолдастар арасында да өте ақ жарқын болушы еді. Төрдегі орнын есіктен кірген балаға ұсынушы еді. 2025 жылдың қысында Екібастұз қаласындағы шаңырағында ақырғы рет жаңа жылды қарсы алып, ақпан айының 2 жұлдызында азапты ауру ортамыздан алып кетті. Әр сәт, әр кезең біз үшін ойдан кетпес естелік. Бір жылда өте шықты тез арада. Еске аламыз сағына, амал бар ма? Жаннатта жаның болсын, рухың биік, қол жайып дұғамызды бағыштаймыз. Қамбайып сырттай жүргенмен, жабықтым іште езіліп. Балаша мәз боп күлгенмен, қайғыны жүрмін сезініп. Әкесіз күндер зулауда, бұл күндер маған тамұқтай. Көңілдің гүлі қурауда, жүремін қалай қамықпай. Сағыныш серік жаныма, көңілге медеу жырларым. Бастағы бақты тағыда, уақыты қалай ұрладың. Өткінші екен бақ арыс, көшті ғой бастан тұрмай көп. Өзекті өртер сағыныш, жазылмай қалған жырдай боп. Пәниде Алла пендені сынайды екен мұң артып. Әкенің таудай мендегі бейнесі қалды мұнартып. Үмітсіз, ойсыз жүредім, иманға енді бағындым. Сыздайды құрғыр жүрегім, әкешім, сені сағындым. Әке, сені ажал ерте тауыптау, сезем, ол жақ бұл дүниеден жарықтау. Сен кеткенде мен түгілі күмілжіп, таулардағы аласарып қалыптау. Көзімде жас, жүрегімде сағыныш, сағынышты құстар көкке алып ұш. Әке, сенсіз өткен ғұмыр тіршілік, енді маған мағынасыз сабылыс. Қайран арман, көкте қанат жайғанды, енді міне бір қазыққа байланды. Сен кеткелі төңкеріліп дүние,
көктем күзге, жазым қысқа айналды. Әкем менің айбын дедің, асқар ең, бауырыңа алды сені басқа әлем. Қыздарыңа құшағыңды ашқан ең, жаның көкте мекен етті аспанды. Сен іздеген көңілдерден жастанды, сағыныш пен өкініші астасқан. Әке сенсіз күндер енді басталды. Жас едім өмір керген бойламаған, күн ертең не боларын ойламаған. Шарықтап кетсем дағы қанат қағып, өзіңде қамқор әке қайда маған. Шарықтап кетсем дағы қанат қағып, өзіңде қамқор әке қайда маған. Жан әке шертіп сезім домбырасы, кеудемді қуанышқа толтырасың. Арманның асқарына құлаш ұрсам, алдымда асқар тау боп сен тұрасың. Арманның асқарына құлаш ұрсам, алдымда асқар тау боп сен тұрасың. Адамдар тірі кезінде әкелерін бағаламайды екен, басқа әкелермен салыстырады екен. Бірақ ең маңыздысы сіздің жай ғана жанымызда болғаныңыз екен ғой, әке. Қуан сен, қуана бер әкетайым, мен сенің өміріңнің жалғасымын.